Ох, жаным-ай, бар жомай барма, қатын, бар жомай берші. Бар жомай берші, сынып баратыр басым. Баржоми деген несі? 500 теңге тұрады ғой. Жұрт сарағыш таппай жатса, баржоми сұраған несі? Ой, басым. Не қылдың? Жұмыстан ақша-пақша тиын-пейін әкелдің ба? Әлде ішіп қойдың ба оны, сол жақта да? Бір үйге келгені тыныштық бермесіңдер ғой. Ырзамын да мен. Әкелдім ақшаны, әкелдім, тиын демедім, бәрін әкелдім. Сүш, мен ішсем, еркенмен ішпеймін ғой жаным қатын. Мен уранда жұмыс істеймін, сүш, уранда вақтыда. Сосын ішем мен. Сыртта жүрсем, дәу жеңген батырмын, үйге келсем айырады, қатыным болды тірлік. Неғып менің атын қосып, мен ақша қойы салмайсыңдар, Жақсы молдаң бар, азан шағыр мен атын ақша қойсын. Бір бәле болса, ақша келдің. Неғып түсінбейсің, ақша деген қолдың кірі ол, қолдың кірі. Ойбай, сол кір қолдарыңды бересіңдер, жуып алып алайық өзімізге. Бұл дүниеден қолымыз тап-таза болып өтіп кететін болдық қой, ақша көрмей, дым көрмей. Бұл дүниеден тап-таза өтесің, білесің ба? Мінеки құрметті достар, үйге папа жұмыстан келе сал, қырылыс басталып кетті, шотка әзірге 1-0, оның сопернигі мамашқы дес бермей жатыр, бірақ мен папамды қолдайды. Отырсын әке, еркен бәле. Сторис тұрып алғын Инстаграмда. Кесе. Өшер, біреуге жан қайғы болса, біреуге мал қайғы. Бір бәле болса, ақша келдің ба? Мен түзде жүрем. Бөр азығы мен ер азығы түзде, мен үйде болғасы осы үйді саған тапсырып кеттім ғой. Кәл өзіңе қарамаш, үйдің тәрбиесі кәл, кеше кеткен қызың жоқ па әлі? Қызы қырық үйден түйеу дейді. Жоқ па қызың кәл? Тура сен кеткен кездеше, үйде отырады да үйге кесең бар ғой. Қаңғырып жоқ болып кетеді ғой, соны қарап отырмайсыңдар ма бір-бірін? Осы кейін баласы ше бір. Бір бәле болса, әкесін. Адам деген үйді қарауылдап отыру керек қой. Звондап жатыр ғой мен қызым. Ше! Қызым звондап жатыр. Жоным мен, алтын қызым оны. Қарамышығым. Алло, папа? Құша ханым, алтыным. Еркелетпей тұра тұрыңыз. Крокодилым менің, крокодил. Папам мені алып қашып кетті ғой. Не дейді? Алып қашып кетті? Алып қашып кетті? Не дейді алып қашып кетті ма? Кім екенін білмеймін. Қызымды алып қашып кетті ғой. Алып қашып кетті. Алып қашып кетті. Не бар дейді қасында? Білмеймін, айналам әдемі болып тұр, білмеймін. Әдемі? Әдемі кеміз бұл? Местоположениені жіберші ма? Местоположениені қандай? Местоположениені тез WhatsApp-пен жібер. Местоположение дейді, қазір жіберем, я. Қазір местоположение жіберем. Бол тез. Ал, отыр оны үйде. Алып қашып кетті қызыңды. Алып қашып кетті? Я, байға алып қашып кетті. Yes! Жақсы болды. Тоқта ол алып қашып кетеді саған не, сиыр мед, қой мед, адам баласы ғой, ол қызды мен туып алған, менің қызым. Алып келем қызды барып қазір мен. Сен есің дұрыс па? Қызың 25-те ғой, ертең 30-ға толады ғой, отырған кезде. Сен өзің ұзатпақшысың ба ертең? Не қылмақшысың оны? Кетсін. Менді ашықпа, қызымды алып келем мен. Не ол? Аяқ қолын баспайлап. Әкел бер, тез дайындас киімді боше. Не дайындаймын? Кел, қара костюм шалбарын дайында тез. Жынысың ба сен, құдалыққа барасың ба? Кете берсің өсті осы. Достойны барып келейін де, достойны бар бе. Киім дайында. Бұл үйден бір күн мен де алып кетемін. Местоположение жіберіп алдың да? Жіберіңдер мені. Көнбеймін мен бәрібір. Ошы, вообще не қашып кеткенсіз? Мынау шок контент сториске салым керек мен, срочно. Құрметті достар, менің әпшемді бір еш атпас алып қашып кетіпті. Біз қазір оны қахан екеуміз барып, аузын айырып, қайтадан алып келетін боламыз. Стористерімді бақылап отырыңыздар, достар, күтіңіздер.
әпшемді құтқаруым керек. Я, құрметті достар, біз қазір әпшемді құтқаруға бара жатырмыз. Папа екеуміз қазір барып құтқаратын боламыз. Күтіңіздер, сол жер. Бұл такси шақырайын. Шақыр қойдың ба, такси шақыр қойдың ба? Болсаңдаршы, әлі тұрсыңдар ма? Сендер барам дегенше қызың 5 той болатын болды ғой. Сабыр қатын, барған соң дастойына барайық. Көресің, матрицаң сен олжалы келеді. Шошқадай болған матрицаны бірінші рет көріп тұрмын. Айтпақшы, жол ашар бермейсің ба? Ой, алқаш барыңдаршы деп сіз еміне неғып жүрейін әлі? Телефонмен хабарым беріп тұрыңдар, звондап тұрыңдар, күтем. Тезгеңдер сосын, давай. Ой, тағы несін ұмытып бетті, шырып атылғанда. Бля, Гүлжан, тыныштық ба? Не болды? Неғып шулап атсың да, тыныштық ба әйтеуір? Не болып отыр? Бір тобыр болып отыр ғой. Тыныштық ба? Тыныштық емес кірсе? Тыныштық емес кірсе, айтам. Ой, табалдырықта тұрып сөйлесесің бе? Гүлжан, Сүлпан, кесе сұмдық болып отыр. Не болды? Маликаны алып қашып кетті. Алып қашып кетті? Қаяға? Кімдер? Білмеймін. Ана бағана әкесіне звондады. Сөйтті әкесі, менің қызым, алып келем деп. 30-ға дейін ұстайсың ба? Ана қызың отыратын болдық. Скоро жатады ғой. Дұрыс. Кете берсін десем, алып келем деп құрыды сол жаққа. Тентек па бірдеңе? Енді? Сонда да бар ғой жепті өзім. Ана болғаннан кейін жүрек түкпірінде қызың болғасын қимай қалады екенсің. Сенде жүрек түкпір деп. 25 келген қызың не істейсің? Тауып ішпекшісің ба? Кетсін байға құт, қатын құдағи боласың, құда боласың. Мұна қуаныш қой, бұл қуаныш қой. Мынандай гүлдей дастарханда ішпедік ба, қумадық ба, тойламадық ба, жаным? Қуатынды, жуатынды, ішетінде таста жоқ қой, ана байдың келет деп. Бәрін мусорға лақтырдық қой, ішіп қуып кетпесін деп. Жоқ, іштеңе жоқ қазір. Гүлжан, жоқ дей береді екенсің, сен де бір. Тұр ғой қоқынның астында. Көбей, сен қаяқтан білесің? Жаным, көршім, сен үйде не бар не жоқ екен мен білем ғой. Бәрін білем ғой, жақсы білем ғой мен. Ой, жоқ сияқты ғой. Мынау не қатын? Ой, пырмақ. Қаяқтан білесің, бәрін тастап жүрді. Білем ғой мен, бір шиша тұр ғой мені. Әкеп қойған жоқсың өзің? Дайын ғой барлығы. Ойбай, іше береміз ба? Іше берейік. Ойбай, қазір ішіп ат байымыз кеп қалса басымыздан бір теппесін. Сәкең ба? Сәкеңнің өзі күтіліп келеді ғой сәкеңнің өзі. Баласымен кетті ғой. Ішпедік па қатындар болып көршілер тойламадық. Бір тілек айтып, соғыстырып, ішеу деген жоқ па сонда сенде? Мейл қой берші, мен өзім бетпейін. Көп қалдың ба? Зор болып қалдым. Ішіме ел қонды ғой. Деп жіберді ғой, немене азында іштеген ішпей келдің ба? Зор болып қалды. Күшті болып қалды, я? Күшті болып қалды. Ойбай. Кән такси. Кәс, тұрған оу. Сіздер ма такси шағырған? Келсеңші. Міне осы машина папа. Мынау ма? Ят болды ғой мынадан, ят қой. Неден ят? Костюм шалбардан ят деймін. Мынадан барған ешақпен барған жоқ, ешақпен. Үйбай, көген яғыз бердің сіз менің машинам? Жұттың камерелерінде 200 аттың күші болса ше, менің Жигулиімде 700 ешақтың күші бар. Қайсысы көп? Ешақ көп. Не дейсің, жүрсеңізші апарамыз ғой, детпеген жеріңізге барсаңыз болды емес па? Ат барған жерге ешақта барады ғой. Сен дұрысын, біз қууға баратырмыз. Қуамыз ғой көке, қуамыз ғой, любой нәрсе. Ондай қуу емес, қыз қуып баратырмыз. Онда қуамыз ғой, отырсаңызшы. Апарамыз любой жерге. Осында костюм шалбармен жүда ыңғайсыз. Ой, іштеке қылмайды, давай келсеңізші көке. Апарамыз. Гүлжан, қарамышығың, қызың барған жеріне тастай батып судайсың сен, жаным. Білесің ғой, қызыңның артынан ертең қуып мен барам. Смотри, басқа бір өте жіберме. Мен барам қуып артынан, Гүлжан. Отырысқа ішкенді көтеретін, ішек от души ішетін, қуатын шоқ қылатын адам керек. Отырыста ертең орамалымды шеш жіберем дағына, шашымды жай жіберем дағына. Орамалың шешпе. Жоқ қой сен шашың нең жаясың сен.
Одан да ішік. Ішейікші Гүлжан. Құйшы Гүлжан. Жақсылап құйшы. Әдемілеп ішейікші. Түріктің сериалдарына қолымызды биттіріп ішейікші Гүлжан. Түріктің сериалында етіп ішпейді. Мақыл болып іше берек битіп па? Гүлжан бақытты болсын қызың жаным. Демейді да кетің бір. Үйреніп қалғасын ба, ше? Малика, айналайын түсінші. Бәрібір қазір үйге барасың. Үйге барған соң тем более табалдырықта апам жатады. Үлкен адамнан атап кетпейтін шығарсың. Апаңның қасында атаң қосылып жатса да табалдырықтан атап кетем бәрібір. Көнбеймін. Қойш. По-хорошему апарып таста мен одан да тез. Қырсықпай-ақ бара салшы. Бәрібір барасың қазір үйге. Жоқ, көнбеймін бәрібір. Ей, сен кім екенін білесің ба? Астанада 4 рестораным бар. Алматыда қақ ортасында 4 квартирам бар. И то Шымкенттегі барлық платный туалеттер менікі. Ал сен мен қандай тамақ істей алатынын білесің ба? Қандай? Мен жұмыртқа қуырамын. Жұмыртқаны қайната аламын. Жұмыртқаны сарысы мен ағын бөлек қуырамын. Жұмыртқаны шикідей пісіре аламын. Сұмдықсың қойса. Жұмыртқаны жандырып жер аламын. Вау. Ал ең қызығы, 2 жұмыртқаны былай түйіп жүре саламын. Байласа. Айналдырмақсыз берген анашымнан аш жібермей. Сендерге әрдайым орны бар. Алтын төріне қолыңдар. Ақ тілегі батарыңызды мінекей. Бақытты болыңыздар. Қарамшық бақытты ойлашы жеңдерден қайдадыңызда. Тойы бақыр көже, екеміз тойы бақырмыз. Тілек айттық Маликамның жас жігітке. Малика қарамшық бақытты болыңдар. Сендерге мынау енді ана сүті әке Аллахтың жезбегін үйдеміз. Екеміз тойы бақырмызда. Тойы қызық емес, қағын көжейді. Не айтасың сен? Айналайын қызым, бақытты болдың, қалады сүйек. Ой, сен. Сен ба, мен қызымды алып қашып кеткен. Көке. Нормальный жігіт еді ғой. Оның өлеңші Астанада 3 рестораны бар. Шымкентте бүкіл платный туалеті осынкеді ғой. Айтпайсың ба? Күйеу балам, жаным күйеу балам. Сен атқанша өзім атылып өлгенім жақсайды ғой. Күйеу балам, скорый шақырсай. Күйеу балам, күйсіз. Өзің мені арыстың, бойына да таныстың. Жайнама гүлдей құрбым сен, жарада тұрдың сен. Не қылды? Келді. Кім? Келді. Ойбай, кімдер? Ойбай, тықсай бәрін. Ойбай, Кімдер келді? Білмеймін кім келген, звонок басып отыр ғой. Кеп қалған жар аналар. Ойбай, не болды? Қалай болды? Бала қайқысы келген. Құда болатын болдық па? Бала областной больница жақтың екен. Областной больницасы несі? Қаланың қақ ортасындағы ма? Областной больницаға атып тастадым, сияқты жатыр. Атып тастадым күйеу балам. Кірген кезде реанимацияда оң жақтағы бет бөлмеге жатқызып кеттім. Күнде мен дашпаңдашы көш шарсадым мен. Атқан несін оның? Мама, ат тастады ғой. Надоел, нормальный вариант еді ғой, мама. Келген бәріміз атам өзі қашан келген шығамын. Бәрі байға тесін. Мен байға. Мінекей, құрметті достар. Ағасы бардың, жағасы бар, інісі бардың, тынысы бар, әпшесі бардың, тәпшікесі бар демекші, папасы бардың, тапаншасы бар. Біз әпшемізді үйге аман есен алып келдік. Келесі кездескенше сау болыңыздар.